Қымбат достар, мен Түркістан қаласындамын. Қай жердемін? Көне деген ресторандамын. Мынаның дизайны бар ғой, тамаша екен. Кіріп көріңіздер ішіне. Мен сіздерді шын жүректен көнеге шақырамын. Қымбат достар, менің артымдағы бүркітті көріп тұрсыздар ғой. Бұл не бүркіт деп менен сұрайтын шығарсыздар. Бұл бүркіттер үшеу бұл жерде. Түркістанға ұшып келген ғой, бас қосамыз деп. Сөйтіп Нұрғали деген ұстаның үйінің үстіне қонып, осы жерге макет болып кеп қалған бүркіт қой мынау. Түркістан қаласында да самса бар. Мінекей көрдіңіздер ғой, мына тандырдың барлығын сіздер үшін қойып қойдық. Ішіне сүңгіп кететін тандыр осы ғой. Бұл жердің самсасы да тіл үйретін самса. Қымбат достар, көне ресторанның директоры Данияр келді. Мінекей Данияр мырза, керемет, мынаның ішіндегі заттарды көріп өзім таң қалып жатырмын. Айттым ғой, ұрланған шоқпар, найза іздесеңіздер, самаурын барлық осы жерде көне заттың барлық. Мен ойнап айтып жатырмын. Қымбат достар, Түркістанда тайқазан екі-ақ жерде бар. Біреуі осы көне ресторанның ішінде, екіншісін өздеріңіз білесіздер. Домбыра жоғалтқан ақындар болса, мінекей домбыраның барлығы осы жерде. Осы жерден тауып аласыздар ғой. Домбыра, қобыз іздесеңіздер тек қана көнеде. Көне ресторан Түркістан қаласында өте танымал ресторан. Қараңыздаршы, адамның көптігі соншалықты өзім көріп қызығып тұрмын. Көне ресторанда осындай тотықұстар бар. Бұл тотықұстарды біз арнайы Барселонадан әкеп қойып қойдық осы жерге. Абайлаңыздар, мына мүйіз бастарыңызға түсіп кетпесін. Бұл енді көне ресторанның бір ерекшелігі, мінекей көрдіңіздер, ер азаматтарға, әйел азаматшаларға мінекей арнайы екі намазханасы бар. Үйде айттым ғой, көне заттар жоғалса осы жерге іздеп келе беріңіздер. Қараңыздаршы, мінекей не деген заттар мынаның барлығы. Негізі менің айтайын деген бұл емес, мінекей пеш. Ауыл еске түседі ғой, мінекей. Мынада бауырсақ та пісіруге болады, қуырдақ та пісіруге болады, барлығын жасауға болады. Бұл тек қана көнеде. Не деген тұзда керемет екен, е? Көне десе көне мына жер. Мінекей көрдіңіздер, көбі сіздер үшін. Қымыз десеңіздер қымыз, қылыш десеңіздер қылыш, балта десеңіздер балта, шоқпар десеңіздер шоқпар, дизайн десеңіздер дизайн. Мына жақта десерттар, мына жақта тамақтар. Жүріңіздер. Қы десеңіздер қымыз дедім ғой. Мынаның дәмін өзім көрейін деп. Үстінде сары май болады, білесіздер ғой, иә? Бұдан алынған майды табананға жағып жесең бар ғой, керемет қой. Не деген тұзда керемет екен, е? Тура бір құрт сияқты екен. Мынаның майын қараңыздаршы. Қалай келмейсің мына жерге? Жүздеріңізге нұр пайда болады ғой. Тілімді жұтып қоя жаздадым ғой мынаны ішіп. Тілді әкеде дегенде ары қарай. Мына көненің тамақтарын жесеңіздер, тілдеріңіз бір апта асқазандарыңызда ұйықтайды міне. Маған кішкене қойсайшы тағы да. Екіншісін ішіп жатырмын. Мынау.